Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Абай Құнанбаев 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілерден айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерден ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сондай іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып, сұрап оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп, есітпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын, елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар, 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз андып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз андып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді малды түзден, бөтен жатқан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрмай тыныш табама. Абай Құнанбаев 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба дейтіні болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл осындай саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың десе болды дағы, тілімнің келмегенін қайтушы едім дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Абай Құнанбаевтың 12 қара сөзі. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз ләкин. Сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымын жетпесе де қылса екен. Бірақ оның 2 шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманын иқтиқанын қамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой дейміз. Үйрене берсе керек, кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай үйреніп ұрды. Ғибадатты ғибадат болмайды. Әуел әким, кімде-кім иманы неше нәрсе бірлән, кәмәләт табудығын білмей, қанша жерден базымылтығын білмей, басына шалпа орап, бір адар атын көтеріп, орашылын, намысшылын болып жүрген көңілге қалын бермей тұрып, жартысының салғанға ұқсайды. Күзетшісін ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін андып, шын дүние шынжылдап, жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.